Қайырлы күн достар, мен сіздерге бүгін автомат түрде жүктелетін бағдарламаларды қалай тоқтатуды көрсетемін. Яғни мынадай жерлерде сізде оң жақ астыңғы бұрышта бағдарламалар толып шығып кетеді. Бұл компьютердің жұмыс істеу процесіне ауырлық түсіріп, компьютердің қатып тұруына себепші болады. Мысалы, мінекей, мынаның ішінде көп деген бағдарлама, сіздерде бұдан көп болуы мүмкін, немесе аз болуы мүмкін. Сіздер орнатқан бағдарламаға байланысты мынаның ішінде барлығы қосылып тұр процестерден көрінеді. Мінекей, бұндай жағдайдан қалай сақтанамыз, қалай мынаның бәрін тоқтатамыз? Әрине біз оң жағын басып бүйтіп закрыть деп отыруға болады. Бұл қолайсыз. Яғни жұмыс жасап отқан кезде бұны істеп отыру, қайта компьютерді қосқан сайын бұны істеп отыру ыңғайсыз болады. Біз астыңғы панельге, бос жерге оң жақ батырманы басамыз, диспетчер задачи деген таңдаймыз, және оның ішінде автозагрузка деген бөлікке барамыз. Сосын керек емес бағдарламаларды тоқтатамыз. Оң жағын батырманы басамыз да отключить. Назар аударыңыздар, антивирус сондайлар керек десеңіздер қалдырыңыздар. Кейбір нәрселерді қалдыру керек, мысалы мынау дыбыс драйвері, тағы бір нәрсе деген секілді. Барлығын сөндіріп тастай берулеріңізге де болады. Егер бір нәрсе жетіспей қалса, кез келген уақытта қайтадан қосуларыңызға болады. Мен мынаның барлығын қазір тоқтатамын. Сосын тоқтатқаннан кейін міндетті түрде компьютерді өшіріп қайта қосу керек. Мінекей барлығын тоқтатамын. Мен қазір компьютерді өшіріп қайта қосамын. Перезагрузка дегенге басамыз. Міне сонымен өздеріңіз көріп тұрғандай, артық ешқандай процестер жоқ. Мынау мен жазып отырған программа, микрофон, Bluetooth, антивирус қана қалды. Болды. Ешқандай артық бағдарлама жоқ. Және компьютер өте тез жұмыс жасайды. Себебі біз артық процесстердің барлығын тоқтаттық. Мінекей. Барлығы отключен деп тұр. Маған керекті ғана қосылып тұр, қалғанның барлығы өшіріліп тұр. Компьютердің процессорына көп ауырлық түсірмейді. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар. Сіздерге алдағы уақытта осындай сияқты көптеген пайдалы кеңестер беріп тұрамын.